Бірде ырымдық пен қытайлық дауласыпты. Екеуі де суретші екен. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Бірақ кімнің мықты шебер екенін анықтай алмай айтыса беріпті. Патша оларды шақырып, босқа даурыққанша екеуің сурет салып жарысыңдар. Кімнің кәнігі шебер екенін сол суретке қарап анықтайық деді. Сөйтіп екеуін үлкен бір сарайға кіргізеді. Бір жағындағы қабырғасын қытайлық, оған қарама қарсы екінші қабырғаны ырымдық суретшіге береді. Бір-бірінің суретін көрмес үшін сарайдың ортасын пердемен екіге бөледі. Шарт бойынша екеуі екі қабырғаға әдемілеп сурет салуы тиіс. Қытай суретшісі өзіне керекті бояуларды патшадан сұрап алып, заматта жұмысын бастап кетті. Ал ырымдық суретші шүберекпен бір шелек су ғана сұрап алды. Жарыс басталды. Қытайлық шебер кенепке түрлі бояу жағып, қабырғаны оюмен өрнектей бастады. Ырымдық суретші қабырғаны жылтыратып сүрте бастады. Көп кешікпей жарыс бітті. Жұмысты тамашалау үшін патша уәзірлерін ертіп келді. Қытайлықтың суретін көріп, олар таңдай қақты. Сан түспен салынған әсем бейне көздің жауын алатындай еді. Қытайлық суретші табиғаттың суретін мың бұралтып салған екен. Кезек ырымдық суретшіге келді. Сарай ішіндегі пердені түріп қалғанда жарқ етіп бір сурет көрінді. Ол да бірден жанарды баурай жөнелді. Патша мен уәзірлері аузын ашып, тамсанып, қаққан қазықтай тұрып қалды. Сүт пісірім уақыттан соң есін жиғандай болды. Сөйтсе, ырымдық суретші ешқандай да сурет салмапты. Ол тек қабырғаны тілмен жалағандай етіп сүрте беріпті. Қабырға тап-таза болғанда ол айнадай жарқырап шыға келді. Қарсы беттегі қабырғада салынған қытайлықтың суреті шағылысып, ырымдықтың қабырғасына түседі де, айна қатесіз суреті көшіріп алады. Екі суреттің ерекшелігі мұнда еді. Біреуінде жансыз табиғат бейнеленді, ал қабырғаға қараған адам сол табиғатқа жан бітіріп тұрған өзінің суретін көретін. Бұл хикаяның хикметі мынау. Сарайдың қабырғасы бейне бір адамның жүрегі сықылды. Оны әртүрлі киіммен қаптап, бет-әлпетін сан бояумен аптап қоюға болады. Жұрт үлде мен бүлдеге оранған ол адамның келбетін көріп, тамсануы кәдік. Бірақ бұл жасанды әрі жансыз сұлулық. Бейне бір қытайлық шебердің салған суреті іспетті. Әсілі адамның көркі жүрегі. Оны ырымдық шебер сияқты айнадай етіп тазартсаң, таза жүректің көрсетпес дүниесі болмайды. Таза жүректі адамдар жансыз тіршілікке жан бітіргендей айналасын құлпыртып жібереді. Оларды көрген адамның жан сарайы қуантып, сусындап, бейне бір кәусардың суын ішкендей күйге енеді. Қытайлық суретші сықылды арзан бояумен келбетіңді бүркеме. Одан да ырымдық шеберсінді тазалап сүрте бер. Айнадай боп тазарғанда оған жететін сұлулық болмайды. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.